Әкем және шешем әрқашанда сен қазақ тілін оқы, ол саған болашақта әрине көмектеседі деп айтты. Біріншіден бұл отбасыдан шығады, отбасынан. Екіншіден адамның өзінің ынтасы болу керек. Мотивациясы болу керек. Мысалы, мен үшін қазақ тілі бұл енді менің екінші туған тілім деп айтуға болады. Себебі енді күнде менің әріптестеріммен қазақша сөйлесіп, достарым да қазақтар бар. Бұл біздің өмірлік қажеттілікке айналды. Енді сен бір-екі сөзде қазақша білсең, оны қолдан өзінің өміріңде. Себебі енді қазақ халқы бұл осындай мейірімді халық деп айтуға болады. Сен бір-екі сөйлем қазақша айтсаң да, ол сені құрметтеп, саған әрқашанда